Мен бөлмеге кірдім. Бөлмеге кірсем, бөлме қобырап жатыр екен. Сөйтіп мына жерді қарасам, заттардың бәрі шашылып жатыр. Осының ішіне ілдім. Өйстіп телефон қойдым да, заттарды қойдым. Потом өйстіп отырдым. Ішіндегі заттардың бәрін жинадым. Мусор, пакет, бәрі жатыр ғой. Саған алдым. Пеналдарды алдым. Мен саған дедім. Көрсеттім. Осында менде сумочка бар. Осы сумочкаға заттар салдым, короче. Ішінде заттар қобырап жатыр екен. Ішіне қарасам, потом көрдім істедім. Сапстай салдым. Осы менің інімнің әліппесі ғой. Сөйтіп сақ қойдым. Чтобы мен олармен менің 2 сіңілім бар, солар келсе бәріміз өйстіп ойнаймыз. Сондықтан өйстіп заттардың бәрін салып қоямын. Апай-апай ойнаймыз. Біз күнде келген сайын апай-апай ойнап отырамыз. Осылай пакетик бәрлерін салыптан қойдым. Жайғастырып қойдым. Жайғастырып қойған соң тұрдым. Қайттан тағы менде 2-ші сумка бар. Айтпақшы, бұл нағашы әжем берген, жаңағы бұның алдындағы сумка менің мамамдікі. Мама керек емес дедім. Осында менде жұмбақтар деген кітап бар. 33 мысал деген. Өйстіп артын қарадым, басқа да кітаптар бар екен, қойдым. Өйстіп күнделіктерді заттарды салдым. Чтобы ол күнделікте баға қоюға керек. Мұғалім ойнаған кезде. Бұл менің апамның заты блокноты. Ішіне Аллах тағаланың 99 көркем есімін жазып жүр. Бұл суреттері. Сыныптасасымен әжемен, атамен. Ал бұл Іңкәр апаммен Гаухар апа, короче. Бұны ішіне сап қойдым да, қайдан қойып қойдым. Өйстіп, короче, осындай 2 інімнің кітап заттарын салдым. Қормаш бар ішінде. Қормаштың ішінде бәрлік зат бар ғой. Зат таба алмайсың, соң бәрін топ береді. Осындай дәптер. Осындай атлас заттар бар. Салдым оны да, қойдым қасына сумканың. Осында менде зат бар, ящик бар. Ол менің туған күнімде келген. Қалғанын басқа күн салам. Пока!